Бұл көрме орталығы ұжымының ұйымдастырып отырған алғашқы қайырымдылық шарасы емес. Жылды игіспен қорытындылауды әдет қылғандар биыл 40 азаматтың басын қосып мерекелік көңіл күй сыйлады. 6 бала шағам бар. 2 балам ерекше. Осы апайлардың арқасында осы әйтеуір балдарым көрудің арқасында келіп отырмыз. Апайлардың арқасында осы жерге келіп отырмыз. Іс-шараға осы кісілерге үлкен алғыс білдіреміз. Осы жердегі үлкен кісілерге, Дала апайдың арқасында осы қайырымдылық қорға шоколадаға келіп отырғаныма ризамын. Осы жердегі апайларға көп рахмет. Бәріңізді 30 жылдық мерекесімен, келе жатқан жаңа жыл мерекесімен құттықтаймыз. Мұнда келген мұқтаж жандар өзге де қайырымдылық қорларынан көптеп көмек алып тұрады. Өмірдің түрлі ауыртпалығын көтеріп, тағдыр тауқыметін мойымай жүргендерге қол ұшын созған Шұғылалы таң қайырымдылық қоғамдық қоры бүгінгі іс-шараға 2 отбасын ерте келіпті. Ал енді мен 2 ата-ана әкеліп отырмын осы жерге. Олар өте мұқтаж жандар. Мұқтаж жандар, тұл жетім, енді аты жөндерін айтсаң олар да ұялады, намыстанады. Ал енді мынау үйі жоқ, күйі жоқ 6 баламенен және 2 ДЦП баласыменен жаңа квартирада жүрген жанұяны алып келіп отырмын. Неге десеңіз, ол кісілерді алып келіп, осындай жерге келіп, қайырымдылық көріп, олар да сосын кейін ол кісілерге де мен айтамын, тек қана жоқпын деп, бұдан да мына 6 балаңыздың 4-еуі дені сау, аман есен, осы балаларыңыз, мынау алдағы тұрған балалардың істеген істеп, оқып, бұларда өмірге құлшынса, сіз ертең өте үлкен осы балаларыңыз сізді Меккеге де жеткізеді. Қайырымдылықты дәріптейтін жиында шаһар кәсіпкерлері демеушілік танытып, әлеуметтік жағынан мұқтаж жандарға жан-жақты қолдау білдірді. Жаны жомарт жандар тұрмыстық жағдайы төмен отбасыларға қаржылай көмек көрсетіп, азық-түлік себетін үлестірді. Көрме орталығында көптеген түрлі көрмелер өтеді, түрлі кәсіпкерлер өздерінің жаңағы жасап жатқан дүниелерін әкеп жатады ғой. Сондықтан қайырымдылық іс-шараға да осы көптеген кәсіпкерлеріміз қолдау көрсетіп жатыр. Барша кәсіпкерлерімізге, осында келген қонақтарымызға жаңағы алғысымызды білдіреміз орталықтың атынан. Өзіміздің орталықтың атынан сыйлықтарымыз бар, ақшалай сыйлықтармен. Сосын жаңағы кәсіпкерлер жергілікті өздерінің тауарларын ұсынып жатыр. Азық-түлікпен, сыйлықпен жаңа жылдық сондай сыйлықтарымызды ұсынатын боламыз. Айта өтейік, іс-шарада мүмкіндігі шектеулі азаматтардың өз қолынан шыққан бұйымдары көпшілік назарына ұсынылды. Кеш соңы концерттік бағдарламамен жалғасын тапты. Нұрлан Пайызов, Владимир Соколов, Рауан Тастанбеков, Нар Ньюс.